Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді фунчоза салатын рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бір сәбізді корейский салатқа арналған теркадан майдалап өткіземіз. Теркадан өткізген сәбізімізді бір ыдысқа салып, үстіне тұзды қосамыз. Сосын оны жақсылап араластырып болған соң қолымызбен мыжғылаймыз. Сәбіздің суы шығу керек. Енді фунчозамызды бір ыдысқа салып, үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Сөйтіп 5-10 минутқа қалдырамыз. Сіз фунчозаның сыртындағы упаковкасына қараңыздар қанша уақытта дайындалатынын. Енді болгар бұрышын соломка қылып тураймыз. Менде жасылы және де сарысы. Енді пиязды да соломка қылып бәрін турап аламыз. Пиязды турап болған соң біз қиярға көшеміз. Қиярды осылай сәбіз өткізетін теркамен істесеңіздер болады, немесе өздеріңіз жіңішке қылып турасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, үстіне пиязды салып қуырып аламыз. Пиязды 5-10 минут қуырамыз, сәл солыңқырағанша. Мінекей көріп тұрғаныңыздай пиязымыз сәл солды. Енді үстіне болгар бұрышын қосамыз. Болгар бұрышында көп қуырмаймыз, оны да 3-4 минуттан кейін аламыз. Бәрін араластырып, үстіне паприка саламыз, шамамен 1 столовый қасық. Пияз бен болгар бұрышы осылай дайын болады, сосын оны бір тарелкаға алып аламыз. Көріп тұрғаныңызда пияз бен болгар бұрышы әлде свежий күйін сақтаған, әлде тірі. Ендігі кезек фунчозада. Фунчозаны мен ыстық судан сүзіп алдым, бірақ үстіне салқын су құйып, оны тағы да бір жуып алмақшымын. Міндетті түрде салқын суға бір рет жуып алыңыздар, себебі фунчоза бір-біріне жабысып қалады. Енді біз дайын болған фунчозаның үстіне сәбізімізді осылай саламыз. Сосын жіңішке қылып теркадан өткізілген қиярымызды саламыз. Енді үстіне 1 қасық тұз, сосын 1-2 қасық дәміне қарай қант қосасыздар. Достар, толық ақпарат описанияда болады. Ары қарай үстіне қара бұрыш және де соевый соус, яблочный уксус, сонымен қатар 3-4 дана пресстен өткізілген сарымсақты қосасыздар. Үстіне жаңа қуырылған біздің пиязымыз бен болгар бұрышын қосамыз. Ары қарай кинзаны майдалап турап, оны да салатымызға қосамыз. Сосын бәрін араластырып, дәмін көріңіздер. Егер тұзы жетпесе, тұзын қосыңыздар. Мінекей біздің фунчоза салатымыз дайын болды. Үстіне осындай кунжут дәнектерін септім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген дастарханның көркін ашады, және де қонақтарға да үйге де жасап қойсаңыздар болады.
Бүгінгі салат рецебі сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым, қош сау болыңыздар.